жылдан мәлімдеме тарады, көріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстан әуежайларында шекара бақылауына өту оңайлауы мүмкін. Енді жолаушыларға әуежайларда шекара бақылауына өту рәсімі ыңғайлы болуы мүмкін. Көлік министрлігі тиісті бұйрық жобасын жариялады. Құжат жобасына сәйкес жолаушылардың бұл рәсіміне өтуін қарапайымдылығы мен жылдамдығы қамтамасыз етілуі керек. Жолаушылардың ұшу, келу рәсімдеріне өту уақытын реттейтін шекара қызметінен келісілген әуежай стандарты болу. Бақылаудан өткенге дейін жолаушылар үшін рәсімдеуден өту талаптары туралы қолжетімді ақпарат болуы. Шекара қызметімен келісілген паспорттық бақылау кезінде жолаушыларға қызмет көрсету жылдамдығы болуын және орындалуын бақылау. Жолаушылар саны жылына 1 миллионнан асатын әуежайларда паспорттық бақылаудың автоматтандырылған жүйесі болуы. Сондай-ақ құжатқа сәйкес шекаралық бақылау қызметі қызметкерлерінің сыпайылығы мен ашықтығы қамтамасыз етілуі керек. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.